Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін 57-ші сабақ. Бүгінгі сабақта біз сағатпен танысамыз. Ендеше бірінші тапсырмаға қарайық. Сағат үлгілеріне қара. Мынау тұрған көрсетілген барлығы сағаттың түрлері. Мынау құм сағаты, электрондық сағат, мынау қол сағат, мынау қалта сағаты, мынау үйде керегеге ілініп қоятын сағаттың түрі. Енді мына сағатқа қарайықшы, осы үлкен қылып көрсетіп қойыпты, осыған қарайық. Қазір бізде сағат 1-ді көрсетіп тұр. Енді мына жерде циферблат деп жазып тұр. Циферблат дегеніміз не? Циферблат дегеніміз мына уақыттар бар ғой, сандардың арасында мына кішкентай нүктелерді көріп тұрмыз ба? Осы циферблат деп аталады. Осы сандар көрсетілген, осы циферблат. Ал мынау тұрған ұзын сызықшалар бұл сағаттың тілі. Сағаттың екі тілі болады. Мінекей ұзын тілі және қысқа тілі. Қысқа тілі қара түсті бұл сағатты көрсетеді. Ал ұзын қызыл тілі минутты көрсетеді. Енді әрдайым осында екі түрлі түсті болмайды. Кейбір сағаттарда бір түсті болады. Бірақ мынаны естеріңізде сақтап алыңыз. Қысқа тілі сағатты көрсетеді, ұзын тілі минутты көрсетеді. Осыны есте сақтап алыңыздар. Және уақыт бұл шама. Сағат уақыт өлшем бірлігі. Осыны есте сақтап алыңыздар. Келесі сағаттың үлгісін жаса, сағат тілін айналдыр, уақыттың неше болғанын айт дейді. Мінекей бізде мына сандар көрсетілген. Енді сағаттың үлгісін жасайық. Мына жерге мына сандарды қойып қоямыз, иә? Енді қалай қойып қоямыз? Мен сіздерге мысалы сызып көрсетейін. Мінекей осылай көрсетіп тұр ғой. Мына жерде енді біз ең бірінші мінекей 12-ден бастайық. Мына жерге қойықшы. 12 дейік. 12. Одан кейін болады 1, одан кейін 2, одан кейін 3, одан кейін 4, одан кейін 5, одан кейін 6, одан кейін 7, одан кейін 8, одан кейін 9, одан кейін 10 және 11. Мінекей осылай сағатты мына жерде былай қойып аламыз. Енді мен бірінші қолыммен телефон түсіріп тұрғаннан кейін кішкене қисықтау болып тұр. Айып етпесіздер, өздеріңіз циркульмен домалақ қып, әдемі қып осылай сағат тілін жазып қоямыз. Енді сағат тілін айналдыр дейді. Мына жерге ота қоямыз да сағат көрсетеміз. Сағат мысалы бізде мынау қысқа тілі болсын. Мынау ұзын тілі болсын. Сонда біз қысқа тілі сағатты көрсеттік. Сағат нешені көрсетіп тұр? Қысқа тілі болса 3-ті көрсетіп тұр. Сонда сағат қанша уақыт болды? Сағат 3 болды деп айтамыз. Осы қысқа тілі көрсетіп тұрса, мынау ұзын тілі 12-де тұрса, ровно қазір бұл 12 деген кейде біз 00 деп айтамыз. Түнгі болса 00 деп келеді. Енді қазір мына жерде ұзын тілі осы жерді көрсетіп тұрса, демек сағат ровно 3 болды деген сөз. Келесі тапсырма мінекей. Мына жерде айтып тұр, 3-ші тапсырма. Алияның апта бойы не істегені қара, уақытты сағат бойынша анықта дейді. Енді апта бойы бірінші қарайық. Сағат неше болған мына жерде? Жаңа айтып кеттік қой, егер қысқа тілі осы сағатқа, ұзын тілі мына 12-де тұрса, демек сағат мына жерде қанша болды? 1 болды. Дүйсенбі күні Алия би үйірмесіне қатысты. Келесі сейсенбі. Сейсенбі күні Алия сағат неше болды? Қарайықшы. Қысқа тілі нешені көрсетіп тұр? 2-ні көрсетіп тұр. Демек сағат 2 болды. Сейсенбі күні сағат 2-де Алия домбыра үйірмесіне барды. Келесі сәрсенбі. Сағат неше болды? Қысқа тілі неше көрсетіп тұр? 3 көрсетіп тұр. Демек сағат 3 болып тұр. Сәрсенбі күні сағат 3-де Алия велосипед тепті. Келесі бейсенбі сағат неше болды? Сағат қысқа тілі 2-ні көрсетіп тұр, ұзын тілі 12 көрсетіп тұр. Демек қысқа тілге қараймыз.
Сағат 2 болды. Бейсенбі күні сағат 2-де Әлия сурет салды. Жұма сағат нешені көрсетіп тұр? Қысқа тіл 4-ті көрсетіп тұр. Демек сағат 4. Жұма күні сағат 4-те Әлия би үйірмесіне барды. Келесі сенбі сағат нешені көрсетіп тұр? Қысқа тілі сағат 5-ті көрсетіп тұр. Демек сенбі күні сағат 5-те Әлия кітапханаға барды. Және жексенбі мінекей қысқа тілі сағат 3-те көрсетіп тұр. Жексенбі күні сағат 3-те Әлия жүзу үйірмесіне барды. Осылай Әлияның апта бойы не істегенін біз айтып шықтық. Келесі есепте, енді есептейік. 3 сағат қосу 4 сағат. 3 сағат қосу 4 сағат. Бұл жерде енді 3 пен 4-ті қосамыз. 3 пен 4-ті қосса қанша шығады? 7. Демек 3 сағат қосу 4 сағат 7 сағатқа тең. Келесі 9 сағат азайту 5 сағат. 9 сағаттан 5 сағатты азайтсақ қанша болады? Бұл жерде 9-дан 5-ті азайтамыз. 9-дан 5-ті азайтсақ 4. Демек 9 сағаттан 5 сағат азайтсақ 4 сағат шығады. Келесі 10 сағат қосу 30 сағат. 10 сағатқа 30 сағат қоссақ қанша шығады? 10-ға 30-ты қоссақ 40 шығады. Демек 10 сағатқа 30 сағатты қоссақ 40 сағат шығады. Келесі 60 сағат азайту 40 сағат. 60-дан 40-ты азайтамыз қанша шығады? 20 сағат шығады. Келесі 10 сағат қосу 10 сағат, одан кейін қосу 20 сағат. 10 сағатқа 10 сағат қосса қанша шығады? 20 сағат шығады. 10 сағатқа 10 сағат 20 сағат. 20 сағатқа 20 сағатты қосса 40 сағат шығады. Демек 10 сағат қосу 10 сағат қосу 20 сағат 40 сағатқа тең. Келесі 60 сағат 60 сағат азайту 10 сағат азайту 10 сағат дейді. 60 сағаттан 10 сағат азайтса қанша сағат шығады? 50 сағат. 50 сағаттан 10 сағат азайтса қанша шығады? 50-ден 10-ды азайтсақ 40 шығады. Демек 10 сағат азайту 50 сағат азайту 10 сағат 40 сағатқа тең. Мінекей осылай шығарамыз 4-ші есепті. Келесі неше сағат өтті? Қазір сағат нешені көрсетіп тұр? Қарайықшы. Бірінші сағат 8-ді көрсетіп тұр. Қысқа тіл 8 көрсетіп тұрғанды 8-ді көрсетіп тұр. Екінші сағатқа қараса қанша сағатты көрсетіп тұр? Қысқа тіл 10-ды көрсетіп тұр. Сонда арасына неше сағат өтті? Оны қалай табамыз? Оны былай табамыз. Оны табу үшін 10 сағаттан, мінекей мына жерде 10 сағаттан азайтамыз. Мынау 8 сағатты. 10 сағаттан 8 сағат азайтса қанша шығады? 2 сағат шығады. Демек, неше сағат өтті? 2 сағат өтті. Келесі біріншісінде бізде 6 сағатты көрсетіп тұр. 6 сағатты. 6 сағатты көрсетіп тұр. Екіншісі қанша сағатты көрсетіп тұр? 9 сағатты көрсетіп тұр. Енді неше сағат өткенін табу үшін 9 сағаттан біз азайтамыз 6 сағатты. 9 сағаттан 6 сағат азайтса қанша шығады? 3 сағат шығады. Демек 3 сағат өтті. Осылай шығарамыз. Сонымен бүгінгі сабақ аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, маған қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Келесі сабақта кездескенше.